Жылқы майы ол не үшін көмектеседі? Жылқы майын қалай қолдануға болады? Жылқыға арналған жақпа өз атауының құрамы мен әрекеті бойынша жануарларды, әсіресе ауыр жұмысты шамадан тыс жүктелген жылқыларды емдеуге арналған препаратқа ұқсас препаратқа байланысты. Емдеу жақсы нәтиже берді. Сондықтан адамдар дәріні де қолдана бастады. Жылқы майының құрамында қандай ингредиенттер бар, оны қолдануға қандай көрсеткіштер бар және нарықта жылқы майының қандай түрлері бар екенін білгіңіз келсе, видеоның соңына дейін көріңіздер. Тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Жылқы жақпа деген не? Жылқы жақпа дәстүрлі рецепті бар денсаулыққа жақсы медициналық құрылғы. Өнімді мысалы шашқа, күнделікті күтім жасауда, сондай-ақ бұлшықет ауруы мен штаммдардан емдеуге қолдануға болады. Косметиканың химиялық құрамына шөп сығындылары мен эфир майлары кіреді. Нарықта жылқы майының екі нұсқасы бар: жылыту және салқындату. Айта кету керек, олардың әрқайсысының белгілі бір мақсаты бар және олардың бір-бірінің орнына қолдануға болмайды. Препаратты басқалармен қатар мигреннің бірінші сатысында қолдануға болады. Ол шаршаудан туындаған аяқ ауруын емдеуге пайдалы. Мысалы, қарқынды серуендеуден кейін немесе жаттығудан кейін жылқы жақпа майын қолдану ауырсынуды болдырмайды және созылмалы стресс жағдайында өмір сүретін адамдар үшін де пайдалы. Майдың аз мөлшерін ваннаға қосуға да болады. Бұл бұлшықеттерді босаңсытады. Жылқы майының қасиеттері: жылытқыш жақпа қан тамырларының қабырғаларын кеңейтетіндіктен қан айналымына оң әсер етеді. Бұл бұлшықет, омыртқа және буын ауруларын жеңілдетуге көмектеседі. Сонымен қатар ол сондай-ақ суық қолдар мен аяқтарды жылытады. Эпидермисті абразивтерден және жылытқыш жақпа түймедақ тегіс бұлшықеттерді босаңсытатын, жараны жазылуын тездететін, бактерияға қарсы қасиеттері бар. Кәдімгі түймедақтарды қолдану метаболизмді ынталандырады және құрысуларды. Препараттық жоғары тиімділігі басқалармен қатар бисоболол амазоленнің жоғары мөлшеріне байланысты. Сарымсақ бактерияларға қарсы қабыну, қарсы антисептикалық және германитивті әсері бар. Зауыт табиғи медицинада кең қолданыс тапты. Жүрек айнуын және созылмалы іш қатуды емдеуге пайдалы. Сарымсақ құрамында денсаулыққа пайдалы көптеген заттар бар. Жылқы майын қалай қолдануға болады? Бальзамды күніне шамамен 3 рет ауырсыну аймағына жағу керек. Жақпа сіңгенше теріде қалуы керек. Сондықтан оны ысылау ұсынылмайды. Өнім өте тиімді. Сондықтан бір пакет ұзақ уақыт бойы жеткілікті болуы керек. Жылқы майы емдік қасиеттерін жоғалтпау үшін оны бөлме температурасында сақтау керек және мұздатуға болмайды. Ескерте кететін жайт: жылқының майын жағатын жеріңізге жұқалап қана жағуыңыз қажет. Суық тиюге арналған жылқы майы. Жылқы майын вирустық инфекцияларды емдеу үшін де қолдануға болады. Бұл жағдайда мұрынның бітелуін және мұрынның ағуын емдеуге көмектеседі. Салқындататын ат жақпа майын таңдаған жөн. Сонымен қатар бұл температураны төмендетуге көмектеседі. Майдың құрамындағы эфир майлары қабынуға қарсы және ауырсынуды басатын әсерге ие. Сондықтан жақпа суық тиюге қарсы тиімді дәрі деп санауға болады. Дегенмен препаратты 18 жасқа толмаған балаларға беруге болмайды. Жылқыға арналған жақпа және шаштың өсуі. Жылқы майларында шаштың өсуін тездететін танымал лосьондар мен гельдерге ұқсас заттар бар. Өнімнің бастапқы мақсаты шаш күтіміне байланысты емес, бірақ оған қарамастан
сіз косметиканы қолдану туралы көптеген оң пікірлер таба аласыз. Майдың құрамындағы ингредиенттер шаштың өсуін ынталандырады және шаштың түсуін тежейді. Жылқы майын үнемі қолдану бас терісін әрлендіреді және жіптерді сау және күштетеді. Жылқы майын қарсы көрсетілетіндер: жылқы майын аллергиясы бар немесе тіпті оның құрамдастарының біріне жоғары сезімталдығы бар адамдар қолдануға болмайды. Сізде оған аллергия бар жоғын білу үшін жоғарыда айтылғандай аллергиялық сынақтан өткен жөн. Бұл дәстүрлі түрде жақпа қолдануға да қатысты. Жылқы майын дененің үлкен аймағына қолдануға болмайды. Ең көбі 30%. Ауырсынған жерге препараттың жұқа қабатын қолданған дұрыс. Оны мұрын немесе ауыз айналасындағы теріге жағуға болмайды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Тіркеліп қоңыраушаны басып кетіңіздер. Мен үшін үлкен мотивация. Рахмет.